Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір жаратылыстану сабағы. Сабақтың тақырыбы судың тіршілік үшін маңызы. Сабақтың мақсаттары: ауыз суды үнемді қолдану қажеттілігін түсінесіңдер. Судың тіршілік үшін маңыздылығын білесіңдер. Бүгінгі сабақта қолданатын жаңа сөздер: ауыз су, үнемдеу, тиімді пайдалану. Оқулығымыздың 76-шы бетіне назар аударайық. Негеш пен Эврика фотосуреттерден коллаж жасады. Мұқият қара. Барлық фотосуретке ортақ белгі бар ма? Ойлан. Коллажды қалай атауға болады? Жарайсыңдар балалар. Барлықтарың дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Балалар, су не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Алдымен мына видео жазбаға назар аударайық. Су тіршілік көзі деп бекер айтылмаған, себебі алғашқы тіршілік суда басталды. Жердегі ең көп таралған заттың бірі су. Мұхит, теңіз, көл, өзендерден басқа су барлық тірі ағзаның құрамында кездеседі. Мысалы, адам ағзасындағы қанның немесе шырынның негізгі құрамы судан тұрады. Кәдімгі құрғақ өсімдік дәнінде де белгілі бір мөлшерде су болады. Кейбір теңіз жәндіктері, мысалға медузаның 98% судан тұрады. Судың құрамында еріген оттегі болғандықтан жануарлар және өсімдіктер тіршілік ете береді. Адам өмірі үшін су тек қана ішу үшін емес, тамақ пісіруге, жуынып шайынуға, әртүрлі тұрмыстық заттарды тазалауға керек. Суда кеме қайық арқылы серуендеуге, жағалауында шомылуға, кемемен жүк тасымалдауға болады. Сонымен бірге су завод, фабрикалардың жұмыс істеу үшін өте қажет. Әрбір тірі ағза үшін су белгілі бір мөлшерде ғана қажет. Егер оған қажетті су жетпесе немесе артып кетсе, тірі ағзаның өліп кетуі әбден мүмкін. Қазақ халқы сулы жер, нулы жер дейді. Су табиғи байлық. Ғаламшарымыздың алғашқы тіршілігі суда дамыған. Сусыз тіршілік жоқ. Ол қан мен өсімдік жануар құрамында кездеседі. Зат алмасу процесін жүруіне қамтамасыз етеді. Назарларыңызға рахмет. Су адам өмірінде, өсімдік пен жануарлар тіршілігінде маңызды орын алады. Адам суды ас әзірлеу, тазалық сақтау үшін пайдаланады. Сондай-ақ судың ағынының күшін пайдаланып, электр энергиясын өндіреді. Мұхит, теңіз сулары арқылы кемелермен жүк пен жолаушы тасиды. Сумен бірге өсімдік өзіне қоректік заттарды сіңіреді. Өсімдік жапырағында, қабығында, сабағында, жемісінде су болады. Қандай су пайдалануға жарамды деп ойлайсыңдар? Адамға, өсімдік пен жануарларға тұщы ауыз су қажет. Жер бетінде ащы су көбірек кездеседі. Әр 100 литр ащы суға 2 литр тұщы судан келеді. Қазіргі уақытта су қорын тиімді пайдаланудың болашақ үшін маңызы зор. Әр адам суды үнемдеп жұмсауы керек. Балалар, суды қорғау ережесін есте сақтаңдар. Жер бетіндегі тұщы судың азайғандығын ұмытпа. Суды үнемді пайдалан. Су құбыры шүмегінен судың тамшылап тұрғанын көрсең, бұрап жауып қой. Суды босқа шығындама. Балалар, суды қалай үнемдеп пайдалануға болатынын зерттеп көріңдер. Ойланып көріңдерші. Егер ғаламшарымыздағы барлық су жоғалып кетсе, не болар еді? Сен білесің бе? 1 килограмм картопты өсіру үшін 300 литр су жұмсалады екен. Сонымен балалар, су табиғаттың баға жетпес сыйы. Сусыз адамның, өсімдік пен жануарлардың, жер бетіндегі тіршілігі мүмкін емес. Таза суды сақтамасақ, болашақта тұщы сусыз қалуымыз мүмкін. Бүгінгі сабағымызды бағалау,
5 қадам әдісі арқылы жүзеге асады. Яғни 5 қадамды аттау арқылы жоғарғы бағаға ие боласыңдар. Бірінші қадам. Судың неше күйі бар? Екінші қадам. Судың қасиеттерін ата. Үшінші қадам. Судың тіршілік үшін маңызы қандай? Төртінші қадам. Қандай су пайдалануға жарамды? Бесінші қадам. Суды қалай үнемдеуге болады? Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.